Құрма дәрумендерге бай жеміс түрі. Бұл жеміс көбіне Рамазан айында дастарханымыздан табылып жатады. Ал бүгінде ғалымдар дәруменге бай бұл жемісті жиі тұтынуға кеңес береді. Көптеген халықтарда құрма қасиетті тағам саналады. Бұл жемістің 2-3 данасының өзі ағзаға өте пайдалы. Күніне 3 құрма жеп қана ағзаны қажетті микроэлементтермен қамтамасыз етуге болады. Дәрумендер тіпті тәтті әрі зиянды кәмпиттерді құрмамен алмастыруға кеңес береді. Ал ғалымдар құрманы 2-3 жыл талғажау етуге болатынын дәлелдеп отыр. Осы және өзге де пайдасы туралы айтамын. Бәріңізге сәлем, бұл пайдалы кеңес арнасы. Құрма нақты қандай ауруларды емдейді? 1000 түрлі дерттің шипасы мен емдік қасиеттері туралы айтамын. Адам ағзасын қалай өзгертетінін сіз естіп білмеген ақпараттармен бөлісемін. Бұл видеоны соңына дейін қараңыз, пайдалы болатынына сенімдімін. Алдағы уақытта менің видеоларымды жіберіп алмас үшін маған тіркеліп, подписация кнопкасын басып, лайк батырмасын басып кетуіңізді сұраймын. Құрманы шамадан тыс тұтынбаңыз. Белгілі бір мөлшерде жесеңіз ғана құрманың пайдасын сезесіз. Оның құрамында көптеген пайдалы микро және макро элементтер бар. Магний тамырларды босаңсытып, калий ағзадағы артық заттарды шығарып, қан қысымының төмендеуіне әсер етеді. Пектиндер болса токсиндерді заттарды жояды. Оған қоса құрма йодтың таптырмас көзі. Сондай-ақ бұл жемісте темір мен йодтың көп мөлшерде кездеседі. Әсіресе анемиямен ауыратын және асқазан-ішек құрылысында жарасы бар адамдарға өте пайдалы. Алайда мамандар бүйрегіндегі тасы бар, өт жолдарындағы ақауы бар адамдарға құрманы аз пайдалануға кеңес береді. Себебі құрамында құрманың зәр шығаратын элементтер көп. Қан тамырлар жұмысын қалыпқа келтіреді. Қала тұрғындарына аса қауіпті емес, бірақ жағымсыз қысым бас сақинасы, артериялы қысым өзгертеді. Мегаполисте өмір сүрудің салдары, олардың алдын алу құрма көмектеседі. С және Р дәрумендеріне бай құрма қан тамырларға жағымды әсер етеді. Сонымен қатар дәрігерлер тамырдың түйнеліп кеңеюімен, варикоз аурулары және тіс қанауымен қиналатын адамдарға құрма жеуге кеңес береді. Күйзеліс пен анемия кезінде көмектеседі. Құрма темірге бай, сондықтан оның шырыны анемия кезінде тамақ жер алдында 50-100 миллиграммдай күніне 2 рет ішу ұсынылады. Құрма шырыны жүйке жүйені күйзеліспен күресуге көмектеседі. Егер сіз қыс бойы осы жемісті уақытылы жеп тұрсаңыз, күні бойы қатты және жақсы көңіл күймен жүресіз. Жүрек ауруына көмектеседі. Құрмада ең көп калий мөлшері бар. Сондықтан да жүрек қан тамырларымен ауыратын, қиналатын адамдарға өте пайдалы. Егер жүрек ауруының алдын алғыңыз келсе, немесе жүрек ауруының жеңгіңіз келсе, күніне 3-4 құрмадан жеген жөн. Терлі ісік ауруларының пайда болуы қаупін азайтады. Өзінің қызғылт сары түсімен түсінің арқасында құрма бета-каротин жоғары пайызында ие. Бета-каротин жасушалар құрманың құрамын бұзатын радикалдармен күресетін мықты антиоксидант. Кімдерге құрманы жеуге болмайды? Бүйрегіндегі тасы бар немесе ұйқы безінің ауруына шалдыққан адамдарға құрма жеуге болмайды. Нутрициолог-диетологтардың айтуы бойынша құрамындағы құнарлылығы жоғары деп жазады. Диабетпен ауыратындарға құрманы көп жемеген дұрыс, өйткені ол айтарлықтай тәтті, тәулігіне 1-2 ғана жеуге болады. Дені сау адамдар күніне 2-3 құрма жей алады. Бұндай артық жеуге болмайды, өйткені оның құрамындағы жеңіл көмірсулар бар дейді нутрициологтар. Құрманың құрамында йод көп.
Йод адам ағзасына аса қажет микроэлементтердің бірі. Ол жетіспесе, адамның ми дамуы тоқтайды. Әсіресе баланың ақыл-ой жетіспеушілігі, психологиялық ауытқуы пайда болуы мүмкін. Йод тапшылығы холестерин көбеюі, салмақ бұзылуы, күйзеліске әкеледі. Қалқанша безінен бөлінетін гормон азаяды. Құрма секілді йодқа бай жемістерді көбірек тұтынған дұрыс. Ауырмаңыздар, менің айтқан кеңестерім сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Алдағы уақытта менің видеоларымды жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басып кетуіңізді сұраймын.